Асылдас ханым, сіз өзіңіз біздің продукцияны алып ішіп жатсыз, қандай отзывтар айтасыз, қандай продукциядан результат алдыңыз, соны бізге айтып жүрсеңіз. Маған осы компания қатты ұнады, потому что мен өзім денсаулығым үшін қолданбаған компанияның несі продукциясы жоқ. Нанобальзамын қолдандым, сибирское здоровье қолдандым, тағы қандай тиньши қолдандым, визион қолдандым. Содан бәрінен мен сондай күшті результат көрген жоқпын, бірақ та осы компания маған өте қатты ұнады. Сондықтан мен өзім денсаулығым үшін алдымен кірем осындай компанияларға, өзім попробую, потом только адамдарға предлагать етемін деп ойлаймын. Бірақ та мен осыған дейінгі бір компанияны бір кісіге предлагать етіп көрген жоқпын. Осы компанияға мен кіргеннен бастап, Данаш ханым өзіңіз айттыңыз ғой, отзывтар көп, предлагать ете беріңіз деп. Мен айттым ғой, жоқ, пока результат сама не получу, мен предлагать не буду дегенмін. Соның өзім сразу бірінші айдан кейін өзім результат получила. Потому что у меня артроз второй степени правого тазобедренного сустава и правого колена. И маған врачтар айтты, ортопедтар айтты, сіз мен қалай емделем дегенде, консервативно, но это временное облегчение только дает деді. Ну, у вас со временем замена сустава неизбежна деді. Ну, осы компанияның продукциясын қолданып, Аллаға шүкір. Осы магний су, күміс су, сосын мына пластырды қолданып, мен бір айда результат алдым. Мне вообще хорошо стало. Лестницадан аяғымды көтере алмай қиналып. Сонда да білдіртпейтін кісілерге. Старалась ровно ходить, не показывать, да, а сама болело у меня все. А сейчас без боли хожу, и в прошлом году я прямо на работе уставала сильно. Вообще такая усталость бывала, да, мен вообще шаршап келетін, үйге келгенде, жұмыстан келген, түк істегім келмейтін да. А қазір мен летаю жұмыста да істетсем, үйге келіп үйде балаларды да қараймын, внучкам сабағында түнгі 12-1-ге дейін қаратам, и у меня как-то усталости нету, усталость прошла у меня, вот такой результат, да. И я увидела результат у сына. Олым 33-те, ол прямо түні бойы жұмыстан шаршап келеді, өзі жұмысы ауыр. Сосын қараймын жерден менің комнатамның қасынан өтеді туалетке. Түні бойы 5-6 рет туда-сюда. Сосын айтты, мама, говорит, мен шаршадым, говорит, ұйықтайын десем, енді ұйықтап бара жатсам, мен говорит, туалет надо. Қандай продукция ішті балаңыз? Чакшир ішті. Содан результат алды. Рахметін айтып жатыр.